Ассаламағалейкум ардақта ағайындар, Қазспорт телеарнасының патша көңілді көрермендері. Армысыздар. Сіздердің назарларыңызда ересектер арасындағы ел чемпионаты. Талдықорған қаласында өткен бұл Алматы облысының орталық ипподромында бүгін өнер көрсететін қос команда Шығыс Қазақстан облысы мен Астана қаласының көкпаршылары. Бүгін сіздерге тартысты ойын көрсететін бастапқы команданың біріншісі Шығыс Қазақстан облысы. Таныс болыңыздар, Қанат Биқатов бастайды бұл команданы. Жақсылық Амалбеков, Арман Жамалбеков, Әлшер Ермаханбетов, Дарын Ахмадиев, Айдын Қоқымбаев, Мақсат Арынов, Жарқын Жаңбұршин, Дархан Жаңбұршин, Арман Турашев, Ербол Бейсенбаев және Қайрат Абсалямов. Команданың жетекшісі Абсалямов Қайрат, ал команда жаттықтырушысы Қанат Биқатов ардақтар. Ал Шығыс Қазақстандықтардың қарсыластары Алматы қаласының құрама көкпар командасы Қазбек Амангелдинов, Данияр Оспанов, Бауыржан Айтмағамбетов, Қуаныш Ырысмағамбетов, Үрстем Мақулов, Данияр Галинуров, Ерлан Қанапин, Арслан Қабжанов, Владимир Кил, Жамболат Қыздарбек, Ахат Алшынов, Арман Абжанов. Команданың жетекшісі Хасенов, ал Аманжол Хасенов екенін өздеріңіз біліп отырсыздар. Команда жаттықтырушысы Оспанов ардақтар ағайындар. Ал осы командалардың ойынын төрешілік ететін Әділ Қазылар ортадағы төреші Бақытжан Төлегенов. Ал Бақытжан Төлегеновтың көмекшілері қапталдағы төрешілер Мәулет Қажа Қолжатаев, Сейдолла Жалиев және Ғани Нұржанов. Қазір қос команданың бір-бірімен сәлем сұрасқаннан кейін ойын басталатын болады. Сонымен Шығыстың шымыр жігіттері мен Астананың апайтөс батырлары Талдықорғанның орталық ипподромында күш сынайтын болады ардақтар ағайын. Сіздермен бірге мен Қайырхан Мәулен осы ойында тамашалайтын боламыз. Жалпы қос командада өздеріңіз білесіздер, көкпар спорты өзінің дамуының даңғыл жолына түскеннен бастап бірде-бір жарыстардан тыс қалмаған, әрдайым дайындық үстінде жүретін командалардың бірі һәм бірегейлері деп атап айтсақ біз қателеспейміз. Міне қазір Серке шеңберде жатқан өздеріңізді көріп отырсыздар, ойын басталды. Шығыс Қазақстан облысы мен Астана қаласының жігіттері бүгін көкпардан ересектер арасындағы ел чемпионатының бұл 21-ші чемпионат ардақты ағайындар іріктеу сындарында өзара бақ сынайтын болады. Қос команда туралы тағы да айтар болатын болсақ, жалпы Шығыс Қазақстандықтардың тарихы ертеректен басталады. Бұл Шығыс өңірі ұлттық спортқа бірден бір етене жақын аймақтардың бірі. Сондықтан да алғаш тәуелсіздігімізді алып, ұлттық спортымыз бой көтеріп жатқан кезде Шығыс Қазақстан облысы қос қолдап көтеріп, ұлттық спорттың жандануына бөріктерін аспанға лақтырып қуанып, командаларын жасақтап, әрдайым елде көкпар ұйымдастырып, ұл өнерімізді, төл өнерімізді дәріптеген аймақтар. Бұл аймақ дүркіреп аты шықты, чемпион болды, біраз жарыстарда топ жарды. Бірақ араға біраз уақыт салып, кейінірек кішкене Шығыс Қазақстан облысында дәл осы ұлттық спорттың, оның ішінде көкпардың кішкене тұралап қалған уақыты болды. Бірақ қазіргі таңда бұл облыс, Шығыс Қазақстан облысы көкпар спортын қайта қолға алып, керемет өнер көрсетіп бастады ардақтар. Арслан Қабжанов пен Жақсылық Амалбековтың арасындағы бұл жекпе-жек қазір. Астана көкпар командасы өздеріңіз көріп отырғандай көк жейделі, яғни Астана көкпар командасының атауы Тұлпар, көк жейдеде өнер көрсетіп жатқан өздеріңізді байқап отырсыздар. Қазір Астана қаласынан Қабжанов Арслан Серкен айнал соқтап,
астындағы Қарасай атты тұлпар мен қазақы қара тұлпар өздеріңіз көріп отырсыздар. 11 жаста екен қазір. Осы тұлпармен жерде жатқан серкені тақымына басуға ұмтылып жатыр. Алла Жақсылық Амалбеков болса серкеге жармасып астаналық шабандоздың тақымындағы үстінен әрекет жасауға ыңғайланғанымен Арслан Қабжанов дес бере қоймайтын сияқты. Алайда мынандай қос өкпеден тосқауылды қойып жатқан жігіттердің арасынан сытылып шығып кету, қазандыққа жақындап дәл ортасына түсіру серкені расымен де қиындау шаруа болатыны көрініп ақ тұр. Ал Астана қаласы туралы айтатын болсақ, ардақты ағайындар, өздеріңіз білесіздер, еліміздің солтүстігінде орналасқан сол елордамыз Астана қаласына ауысқаннан кейін елбасының шешімімен бұл өңірде де ұлттық спорттың даму қарқынына бірден кең етек алып, команда жасақталып, ипподромдар іске қосылып, көкпардың аттары бапталып, жақсы өнер көрсететін жігіттер жан-жақтан жинала бастады. Солардың қатарында Жамбыл облысының Әулиеата көкпар командасында ойнаған кезінде Омбаев, Дәулетбек деген азаматтар келіп қосылды. Қазір ол көкпарша, спорт шебері көкпардан Маңғыстаудың Адайата көкпар командасының құрамында ойнайды бүгінде. Сол сияқты біраз апайтөс батырлар, құрыш қолды азаматтар, тақымы тастай көкпаршылар осылайша әр аймағына барып еліміздің көкпар спортының жандануына өз үлестерін қосып жүргендіктерін өздеріңізде білесіздер. Ал қазіргі таңда бұл Астана қаласының ересектер арасындағы көкпардан ел чемпионатына жасақталған құрамында команданың Қазбек Амангелдинов деген азамат бар. 76 жылы туылған шабандоз, өте тәжірибелі спортшы, республиканың чемпионы, көкпардан спорт шебері. Сонымен қатар Данияр Оспанов деген жігіт бар, 81 жылы туылған, спорт шеберлігіне үміткер, алайда республика чемпионы атанған спортшы. Сонымен қатар Бауыржан Айтмағамбетов дейтін атақты спортшылар бар, Қуаныш Рысмағамбетов бар, Данияр Галинуров деген жас азамат бар, 92 жылы 21 шілдеде туылған екен. Жаста болса, осы көкпардың жілігін шағып майын ішіп жүрген мықты, құрыш қолды, тақымы тастай, білекті, жүректі азамат. Өткенде Алматы қаласының 1000 жылдығына арнайы, тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған үлкен ұлы дала ойындарының фестивалі өтті 28 мамыр күні. Сол кезде көкпардан Астана қаласының командасы чемпион атанған болатын фестивальдің. Сол кезде дәл осы Данияр Галинуров сынды жігіттер қос-қостан салым салып, көрерменнің көзайымына айналған еді. Одан берде біраз уақыт өтті. Қазіргі таңда жігіттердің барлығы да әрбір жарыстарға тыңғылықты дайындық үстінде, әрдайым жаттығуларын тоқтатпайтындарын біз жақсы білеміз. Сонымен қатар қазір ойынға қайта оралатын болсақ, ардақты ағайындар, Айдын Қоқымбаев міне Шығыс Қазақстан облысының 6 нөмірдегі шабандозы. Төрешінің тарапынан ескерту алып, аттың екпінімен қатты соққан үшін 5 минутқа қаранарға отырғызылды, айып алаңына шығарылды. Былайша айтқанда жаза қолданып жатыр. Әрине, көкпардың Қазақстан Республикасы ұлттық спорт түрлері қауымдастығы бекіткен арнайы ережесі бар. Міне тамаша салым салуға мүмкіндік, және бұл жерде қандай нәтиже болады екен? Жоқ. Астаналықтар дәл қазандықтың түбіне келген кезде Шығыс Қазақстан облысының палуандары қазандықтың дәл аузынан серкені қайтадан жұлып алды.
Сол ұлттық спорт түрлері қауымдастығы бекіткен ереже бар, сол ережеге сәйкес өтеді бұл көкпардың барлығы қазіргі таңда. Сол ережеге сәйкес қазір бұзылғаннан кейін айып алаңына шығаруға, қара нарға отырғызуға төрешінің толықтай мүмкіндігі бар. Ортадағы төреші Бақытжан Төлегенов сондай шешім қабылдаған екен. Соның нәтижесінде Айдын Қоқымбаев 5 минут қалың додаға араласа алмайды ардақтағайындар. Астана қаласының құрама көкпар командасының арасынан Владимир Кил дейтін жігітті ерекше атап айтуға болады ардақтағайындар. 1987 жылы осы Ақмола облысының төңірегінде туылған, спорт шебері, республика чемпионы көкпардан. Астындағы атының аты бүгін мініп жүрген. Комплект деп атаған екен, 9 нөмірде өнер көрсетіп жүр осында. Көздеріңіз байқасаңыздар, көкпардағы ерекше өнермен көзге түсіп жүрген жігіттердің арасындағы бірден бірі. Өзінің негізгі ұлты неміс ардақтағайындар. Бірақ қазақ тілінде еркін сөйлейді, қазақтың ұлттық спорттарымен айналысады, бәйгеге аттаптайды, көкпарға аттаптайды, атбегілігі бар өзінің. Болашақта таз жүгіртіп құс салуға да өзінің әуестігінің арқасында сол іске де аралассақ дейтін ниеті болып жүргенін жасырмады ол спортшы. Өзі көкпарға келгенде талантты. Сол сияқты өзге ұлт өкілдерінен Александр Пупенко дейтін азамат бар, өздеріңіз білесіздер. Мақсат Әзбаев дейтін жігіт бар. Солтүстік Қазақстан облысында осы көкпардың дамуына ерекше үлес қосып жүрген азамат. Бұндай өзге ұлт өкілдерінің қазақтың ұлттық спортына ерекше жанашырлықпен атсалысуы ардақтағайын. Бұл елдегі ұлттық спорттың бұқаралық сипат алуы біріншіден. Одан кейін ұлттық салт дәстүрімізге, ұлттық құндылықтарымызға олардың қызығушылығы әрі құрметі деп айтсақ артықтық етпейді. Әлі де ондай спортшылардың көптеп шығарына біз сеніміміз мол, алайда бүгінгі таңда өзге ұлт өкілдерінің ұлттық спортымызбен айналысып жүрген саусақпен санарлықтай. Алайда алдағы уақыттарда жастар арасындағы ел чемпионаттарында ондай жігіттердің, көкпаршылардың, спортшылардың, ұлттық спорт жанкүйерлерінің аттары көптеп аталуына біздің сеніміміз мол ардақтағайындар. Сонымен екінші нөмірдегі Шығыс Қазақстан облысының палуаны Жақсылық Амалбековтың тақымындағы серке қазандыққа қарай астындағы тұлпары Жиренмен Найзағай деп атын қойған екен. Жирен қасқа мінекей. Тамаша шауып қазандыққа қарай бара жатыр еді, алайда аттың басы ойын алаңның сыртына қарай бұрылып кетті. Енді серке ортадағы шеңберге тасталатын болады да, ортада жекпе-жек сайысы басталады. Бұл ойынның барысында ардақтағайындар, жекпе-жек сайысы өте көп орын алып жатыр. Және Арман Тұрашевтың көп шығып атқанын көріп отырсыздар. Жарқын Жаңбыршин мен Ерлан Қанапиннің арасындағы тартысты бәсеке. Жарқын Жаңбыршин 1984 жылы туған шабандоз, спорт шебері, көкпардан өте тәжірибелі палуандардың бірі. Дархан Жаңбыршин де бар, туған ағайындылар. Осы көкпар спортының жілігін шағып майын ішіп жүрген азамат. Ал Шығыс Қазақстан облысының палуанына қарсы өнер көрсетіп және тақымға серкесін басып алған Ерлан Қанапин 89 жылы туған азамат. Спорт шебері қазір таңда 5 жастағы қазақы Торатымен Борабай деп аталатын. Қазір тақымына серкені басып алғанын көріп отырсыздар.
Әзірге ешқандай да салым салынып, есеп ашылып жатқан жоқ. Қос командада бір-бірінің осал тұстарын білетін, қандай техникамен өнер көрсететінін жақсы түйсінетін командалар. Сондықтан да екі тараптың да жігіттерінің арасынан оңай салымдардың салына салуы қиын шаруа іспетті. Міне қазір Шығыс Қазақстандық жігіттердің жалпы Серкені тақымға басудағы шеберліктері ерекше болып тұр. Дарын Ахмадиевтің тақымындағы Ақсерке астаналықтардың қазандығына барып түсер ме екен? Жоқ. Ереже бұзылған сыңайлы. Қуаныш Рысмағамбетов 5 минутқа Қаранарға отырғызды. Жалпы ардақты ағайындар, Қаранар дейтін кезінде жазалаудың бір түрі болған, солай жасалған ағаштан, темірден құйылып, өзі ішінде отыра алмайсың, тұра алмайсың, еңкейіп қана адам қиналып тұратын болғандықтан, соны Қаранар деп атайды. Ереже бұзған кезде әлімсақтан бар дәстүр Қаранарға отырғызады екен. Міне тамаша салым ардақты ағайындар. Төрешінің салымның белгісін көрсеткенін көрдіңіздер. Жақсылық Амалбеков, қымбатты ағайын, Шығыс Қазақстан облысының шабандозы. 1989 жыл туған, астындағы тұлпары көгершін екен. Ойынның 18 минутында осылайша салым салып, бүгінгі кездесудің алғашқы есебін аша білді. Тамаша салым, құттықтаймыз. Қараңыздар, қалың доданың арасынан командалық әріптесінің көмегімен әрине қазандықтың ішіне Серкені ептеп кіргізіп жүрді. Бұл да бір өнер ардақты ағайын. Осылайша ойынның 18 минутында Шығыс Қазақстан облысы 1-0 есебімен алға шықты. Енді астаналық жігіттердің ойынды қыздыра түсетіні ақиқат. Одан сайын қарқындарына қарқын қосып қазір салым салуға ұмтылады. Көкпар деген бір құйын дейді ардақты ағайын. Артындағы шаңның көтерілгені бұл жігіттердің асырда тұсыр. Міне тамаша салым салуға мүмкіндік Қабая. Расымен де тура қазандықтың түбіне келген кезде сәл ғана екпінің жетпей қалғанын көріп тұрмыз. Әлде де 9 нөмірдегі мінекей Шығыс Қазақстандық Дархан Жаңбыршин қазандыққа қарай беттеген еді. Алайда астаналық жігіттердің қорғанысы мығым болды. Серке жерден көтерілуі тиіс. Міне өздеріңіз көргендей ойын өте тартысты өтуде ардақты ағайындар. Серке жерде жатып қалмайды. Былай тартып, қос команда алма кезек алмасып. Ойын алаңның сыртында Серке, ортада жекпе-жек сайысымен ұласатын болады ойын ары қарай. Бірінші кезеңнің аяқталуына да аз уақыт қалды өзі. Міне қайталап көріністен байқап отырғандарыңыздай. Серке қазандықтың дәл ортасына түспей. Бірінші тайм аяқталды. Осылайша Шығыс Қазақстан облысы 1-0 есебімен алға шықты ардақты ағайындар. Құрметті Қазспорт телеарнасының көрермендері, сіздердің назарларыңызда ересектер арасындағы көкпардан өтіп жатқан ел чемпионаты. Бұл чемпионат Талдықорғанның орталық ипподромында сәуір айында өткен болатын. Сол кезеңдегі жігіттердің өнерін Қазспорт телеарнасы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынып отыр. Бүгін іріктеу кезеңдеріндегі 4-ші ойын ардақты ағайын Шығыс Қазақстан облысы мен Астана көкпар командасының арасындағы тартысты жекпе-жекті көріп отырсыздар. Астананың тұлпар көкпар командасы
әзірге 1-0 есебімен ұтылып келе жатыр. Шығыс қазақстандық шымыр жігіттер бір салымды иеленді. Жақсылық Амалбековтың атындағы салым. Әрине, қос командада келесі айналымға шығу үшін, ұпай сандарын көбейту үшін барын салып жана аямай ойнайтыны түсінікті жағдай. Дегенмен де шығыс қазақстандық жігіттер әзірге алда келе жатқанын атап өттік. Бірақ ерекше көзге түсіп жатқан шабандоздар азырақ. Міне тамаша салым. Мынадай салымдан, ардақты ағайындар, керемет көріністі көрдіңіздер. Арман Жамалбеков 1992 жылы туған шабандоз. Астындағы тұлпары Найман деп атаған екен. Ойынның 22 минутында екінші тайм басталғанда дегеннен ақ тамаша салымға қол жеткізді мінеки. Өздеріңіз қараңыздар, қандай керемет салым. Міне аттың тоқтауы, ат пен адамның бір-бірін түсінуі бұл жерде қандай керемет орын алды. Бозатпен боздатып барып Серкені қазандықтың дәл ортасына түсірген Арманға жарайсыннан басқа айтарымыз жоқ. Расымен де тамаша салымға қол жеткізді ардақтар. Құрметті ұлттық спорттың жанашырлары, жанкүйерлері, сіздердің назарларыңызға тағы бір тамаша ақпарат айта кетейік. Аударыспақтан өздеріңіз білесіздер, 2014 жылы Азия чемпионаты өткен болатын. Ол Азия чемпионаты Астана қаласында жалауын желбіретіп, Азияның Ашық Азия чемпионаты өткендіктен 10 елдің осы жерде қатысушылары қатысты. Венгриядан да келген қатысушылар болды. Сол жерде 70 келі салмақ дәрежесінде Ермек Жапишев дейтін азамат Қазақстанның атынан қатысқан, бірінші орынға қол жеткізген. Қуан Шахат Қытай Халық Республикасынан келіп, екінші орынды қанжығасына байлаған. Қалыбек Бузурманкулұлы Қырғызстанның палуаны 70 келіде үшінші орынға тұрақтаған еді. 80 келіде Сырымыз Бәсаровтың тамаша өнері естеріңізде шығар. Ережеп Нұрболаттан Монғолияның атынан екінші орынға 90 келіде қол жеткізген. Ал қырғызстандық Құмышбек Қыдыралиев те осы 90 келіде үшінші орынды еншілеген еді. 90 келіден жоғары салмақ дәрежесінде Біржан Қосалиевтің ерен еңбегі, көрсеткен өнері әлі де көз алдымызда. Қазақстанның көк туын көкте желбіреткен болатын. Нұрлан Молдақұлов Қырғызстанның намысын бермей, Біржаннан ұтылса да екінші тұғырға көтерілген болатын. Ал Өзбекстанның Захид Бухаббоев дейтін азамат үшінші орынды қанжылаған еді. Осы ұлттық спорт түрлері қауымдастығының ұйымдастыруымен бұл бірінші Ашық Азия чемпионаты Астана қаласында 2014 жылы дәл осы маусым айында өте жоғары деңгейде өткен еді. Сол кезде ұлттық спорт түрлері қауымдастығының президенті Бекболат Тілеухан мырза аударыспақтан екінші Ашық Азия чемпионатының өткізу кезегін Қытай Халық Республикасына табыстағаны есімізде. Қытай Халық Республикасының командасының жетекшісі Алмас Байдәулетов аударыспақтың жалауын қабылдай отырып, сол келесі Азия чемпионатын ұйымдастыруын Қытай қазақтары үшін үлкен құрмет екенін білдірген еді. Сол Азия чемпионаты ардақты ағайындар 12 мен 15 шілденің аралығында Қытай Халық Республикасында, Іле Қазақ автономиялық облысында, Моңғолгүре ауданында, сол Алмас сынды аптал азаматтардың ұйымдастыруымен өткелі отыр. Қазақстан құрамасынан да біраз жігіттер Қазақстан сапында өнер көрсетеді. 10 шақты мемлекеттен командалар жиналады. Оның ішінде түрік мемлекеті де, Қырғызстан, Өзбекстан, Қазақстан мен Қытайды айтпаса да түсінікті бірнеше мемлекеттер қатысып, Қытайдың Моңғолгүре ауданында, Қазақы жайлауда тамаша жарыстың куәсі боламыз. Ол жарыста әрине Қазспорт телеарнасы өздеріңіздің назарларыңызға ұсынады, арнайы репортаж болады. Сол репортаждан өздеріңіз білетін боласыздар, қандай нәтиженің көрсеткенін.
кандай нәтиже болганын, қазақ елінің палуандары қаншалықты өнер көрсеткендерін, жарыстың деңгейінің қалай болғанын, ол жақтағы Қытай қазақтарының тұрмысын, жайлаудағы қазақтың күн көруін, үлкен ол жақта тұлпар мерекесі бір ай бойы жалғасады. Осы шілденің басында басталатын мереке. Сол мерекенің қалай өтетінін, тұлпарлардың тұяғының дүбірі естілген ұлы даланың ол жақта да жатқанын сіздердің назарларыңызға Қазспорт телеарнасы ұсынатын болады, ардақты ағайындар. Одан бөлек ұлттық спорттан өтетін жарыстар өте көп. Сол Азия чемпионатының алдында аударыспақтан жамбы ату спортынан да кішкене ұмыт қалған спорт ет, бірақ қазір өлгеніміз тірілгендей болып, өшкеніміз жанғандай болып, жамбы атудан республика чемпионаттары жиі ұйымдастырылуда. Солдай чемпионаттың бірі 8 мен 10 шілде аралығында Шығыс Қазақстан облысының Үржар ауданында өтетін болады. Ол чемпионаттың да барысын сіздер Қазспорт телеарнасынан тамашалай аласыздар. Қазспорт арнасы барлық әлемдік деңгейдегі спорт түрлерін, оның ішіндегі ұлттың қуаты саналатын ұлттық спортымызды насихаттауда, өздеріңізге ұсынуда ерекше орын алатын арналардың бірі десек те, олардың ішіндегі бірегей десек те біз артық айтпаймыз. Сондықтан да осындай ұлттық спорттың жарыстарының барлығын өздеріңіздің назарларыңызға әрдайым ұсынып отыратын боламыз, ардақты ағайындар. Сонымен көкпар алаңына қайта оралатын болсақ, Шығыс Қазақстан облысы мен Астананың тұлпар көкпар командасының арасындағы тартысты ойында әзірге 2 ғана салым бар. Бұл 2 салымның өзі қандай еңбекпен, қандай күшпен келгенін өздеріңіз көрдіңіздер. Ақсеркені алайда тартып, бұлайда тартып, тақымға қысып, ердің алдына өңгеріп, жігіттер ар шауып, бер шауып жүріп, бір-біріне беріспей көкпардың керемет өнерін көрсетуде. Арслан Қабжанов пен Жақсылық Амалбековтың арасындағы жекпе-жек сайысы бүгінгі ойында өзі жекпе-жек сайысы да көп болып жатыр. Өзі тартысты өткен ойындарда тоқтаусыз, жайбарақат емес, өте қызу қарқынмен өтіп жататын ойындарда жекпе-жек сайысы өте жиі өтеді, ардақты ағайындар. Біз соның бүгін куәсі болып отырмыз. Астаналықтар мен шығыстың балуандары серкеге таласып, толастамай, бір сәт тұрақтап қалмай, мына ойынның қарқынын тоқтатпай, тамаша ойын өрдегін көрсетуде. Астана жігіттері тұлпар көкпар командасының шабандоздары өздеріңіз байқап отырғандай расымен де барын салып шабуылға кірісуде. Мүмкіндік болса, сәл ғана саңылау тапса, осы шығыс қазақстандықтардың қазандығына серкені топ еткізіп тастай салу әрқайсының арманы болып ақ тұр. Бірақ шығыс қазақстандық жігіттер 2 салымды салып қанжығасына байлап алғаннан кейін қорғанысқа жатып алған. Қорғанысты күшейтіп, осы есепті ұстап қалу бұл жігіттердің қазіргі басты мақсаты. Орайы келсе, тағы бір салымға қол жеткізбеуге кімнің де болсын ойы жоқ емес. Одан қайтпайды да, алайда оған енді астаналық жігіттердің дес бермесі, тағы бір салымға қателікке бой алдырмау керек деп ойлаймыз. Арман Тұрашев пен Арсланның арасындағы тағы да жекпе-жек сайысы басталды. Серке ортадағы шеңберде жатыр. Бұл серке егер 2 минуттың ішінде көтерілмесе, атта адамда ауысатын болады.
Алайда 8-ші нөмірдегі Астананың палуаны Арслан Қабжанов қарсыласының қапыда қалдырып Серкені өзінің тақымына басып алды. Өзінің командалық әріптесі Данияр Оспановқа Серкен ұзатып жіберді. Қазандыққа қарай жүйткуіне жол ашып бергенсің айлар. Серкеге талас, дәл қазандықтың түбіндегі тамаша мүмкіндік. Бірақ салым салуға расымен де қиын жағдай орын алды. Шығыстықтардың қорғанысы тас қамал екенін осылайша өздеріңіз көріп отырсыздар. Міне, шығыстың қосыланы бір-бірін жетектеп демеу беріп, астаналықтардың қазандығына қарай шауып бара жатқан тамаша сәтін көріп отырсыздар. Бірақ астаналықтардың тас қамал қорғанысы тағы бір салым салынуына, өз тараптарынан олқылықтың орын алуына жол бермейтін сыңайлы ардақты ағайындар. Міне қазір дәл осы көрініске қарап Серкенің сергелденге түскенін көріп, қос тараптың қасынан да қараңыздаршы. Қапыда келіп Серкені тақымына баса кетуге астаналық жігіттер қанша құлшынғанымен Серке ойын алаңының сыртына шығып кетті де, қазір ортада жекпе-жек сайысы орын алатын болады. Қымбатты ағайын. Қалың доданың арасына кіріп кетіп, Серкені сілке тартып жұлып алып шығып атқан жігіттерге қарап, жекпе-жек сайысындағы бір-біріне дес бермейтін Дархан Арслан сияқты палуандардың өнерін көріп, тұлпарлардың тұяқтары жерге тіресіп тұрып, иесіне жағдай жасап, Серкені тақымына бастыруға ыңғай көрсетіп жатқанын көріп, қатты жылдамдықпен келіп, салымды қазандықтың ортасына түсіргенін куә болған кезде, ата-бабаларымыз айтқан көкпар деген бір құйын деген сөзіне дәлелдің куәсі болғандаймыз ардақтар. Мына қараңыздаршы, тұлпарлардың қандай жекпе-жек сайысындағы үйретілгендігін көріп отырсыздар. Бұл екі қарагер қосат арнайы осы жекпе-жек сайысына дайындалады. Астананың тұлпары Қарасай деп аталған екен. 11 жастағы қазақы Қарабайыр жылқы. Ал Шығыс Қазақстан облысының палуаны Дархан Жаңбыршин тізгіндеген тұлпар Ақбауыр деп атаған екен. Аққасқа десе де болатын сияқты тұлпардың түріне қарап. Бұл бүгінгі ойынның ардақты ағайын, басқа ойындарға қарағанда тәрізі бөтен расымен. Салым әзірге аздау деген ой мазалағаны болмаса, барлық біздің көрермендерімізді. Ойын өте тартысты өтуде. Серке бір орында тұрып қалып жатқан жоқ. Бір шабандоздың тақымында біраз уақыт айналсоқтап жүріп те қалып жатқан жоқ. Анадан анаған ауысып, Астанадан Шығыс Қазақстандықтар еншілеп, қайтадан Шығыстың жігіттерінен Серкені астаналықтар жұлып алып, керемет өнер көрсетуде жігіттер. Расымен де өздеріңіз қарап отырсаңыздар, додаға кіріп кеткен аттардың екпіні, жігіттердің күші, ептілігі, мығымы, барлығы нағыз көкпар, нағыз ердің қайрағы дейтін сөзге тура бір дәлел болып отырады. Серке тағы да ойын алаңның сыртына шығып кетті.
ортада жекпе-жек сайысы орын алатын болады. Бұл жекпе-жекке қос командадан қай спортшылар шығатынын біз бірер сәттерден кейін бақылаймыз, көреміз, куә боламыз. Сонымен Арман Тұрашев пен Арслан Қабжанов тағы да Серкеге талас үстінде. Бұл жекпе-жектің жеңімпазы тағы да астаналық команда болды. Серкені тақымға әуелі басып жатқан, бірінші жерден көтеріп жатқан, Қазандыққа қарай ұмтылып жатқан Астананың жігіттері. Бірақ шабуылдары кішкене сәтсіз аяқталып жатыр. Нәтижесінде әзірге Шығыс Қазақстан облысы 2-0 есебімен астаналық жігіттерді жеңіп келуде. Қазандыққа қарай қарсыластарын айналып өтіп шаба жөнелетін ұрымтал сәтті, орайлы түсті күтіп тұрған астаналықтарды байқап отырсыздар. Жай ғана күтіп қана қоймай, сонымен қатар арпа алысып, Серкені өз жақтарында ұстауға таласып бағуда. Тақымдағы Серкеге таласып атқан шығыстықтар да осал жігіт емес екендіктерін, осал команда емес екендіктерін ойын басталғаннан бері қос салыммен ақ дәлелдеп берді. Астаналық жігіттер кішкене болсын мынау сәтсіздікке ұшырағаны болмаса, әйтпесе тамаша ойын өрнегін көрсетуде, ардақты ағайындар. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы. Жарқын Жаңбыршы мен Ерлан Қанапин. Ерлан Қанапин бұл жолы кішкене алыстап кеткенін көрдіңіздер Серкеден. Есесіне Шығыс Қазақстандық палуан тақымға Серкені оңай басты. Серке тағы да ойын алаңының сыртына шығып кетті. Ортада тағы да жекпе-жек сайысы. Өзі ойынның екінші таймның аяқталуына да көп уақыт қала қойған жоқ. Осы кішкентай уақыттың арасында Жарқын Жаңбыршы мен Рүстем палуанның арасындағы жекпе-жек сайысы. Бұл жекпе-жектен астаналық команда Серкені жердің бірінші көтеріп және Қазандыққа қарай ұмтылуға тиісті. Себебі тым болмағанда бір салымға қол жеткізуге барын салатындары айтпаса да түсінікті жағдай. Көгілдір экрандарға телмірген ұлттық спортымыз көкпарды тамашалап отырған патша көңілді қадірлі көрермен, сіздердің де салым көргілеріңіз келіп отырғаны түсінікті дүние. Ойын алаңының, яғни ортадағы шеңбердің сыртына шығып кеткеннен кейін Серке барлық команданың өкілдері бірдей ойынға қатынасуға құқылары бар. Осылайша, ардақты ағайындар, бүгінгі Шығыс Қазақстан облысы мен Астана көкпар командасының арасында өткен ойын осылайша қорытындыланды. Есеп 2-0. Шығыстықтардың пайдасына шешілгенін өздеріңізді көріп отырсыздар. Келесі аптадағы ойын өрнегін Оңтүстік Қазақстан облысының Құлагер көкпар командасы мен Маңғыстаулық Адай ата көкпар командасы өріптетін болады. Өте тартысты ойын болатынына сенімдіміз. Сенсациялық жағдайларда орын алуы мүмкін. Сондықтан көкпар бәсекесін, көкпар ойынын әрдайым Қазспорт телеарнасының эфирінен тамашалаңыздар. Сіздермен бірге болған Қайырхан Мәулен. Келесі кездескенше жеңіске бірге жетейік деген тілегіміз бар. Аман, сау болыңыздар.